Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге етті бәліштің ерекше жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керектілер: мен қолдың сары майын пайдаланамын. Сосын жылы су, азғана тұз және сүт құятын боламын. Барлығы комнатный температурада тұру керек. Енді жақсылап араластырып, үстіне ұн салатын боламын. Ұнды қажетінше саламыз. Қою қамыр болғанша. Қамырымыз осындай болып шығуы қажет. Бұл қамыр өте жұмсақ болмайды. Татқыштан өткізілген ет, капуста, картоп және жуа салатын боламын. Оның да үстіне қажетінше бұрыш, тұз салып бір араластырамыз. Енді қамырымызды екіге бөліп, домалақ етіп жайып аламыз. Енді ортасына манаға етті салмамызды домалақ етіп ортасына орналастырамыз. Күштен өткізілген сиырымызды шетіне, барлық жеріне орналастырып шығамыз. Енді екінші қамырымызды үстіне жауып, етті салмамызбен сиырдың ортасын қолымыздың көмегімен басып шығамыз. Және видеода көрсетілгендей осылай пышақпен кесіп, қамырымызды осылай айналдырамыз шет жағын. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, оның үстіне мак себетін боламын. градуста 45-50 минутта пісіріп аламыз. Осымен менің ерекше үлгідегі етті бәлішім дайын болды. Видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.